Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі-бар арнасы. Бүгінгі видеода сіздер өздеріңізге өте қызықты логикалық сұрақтарға жауап беретін боласыздар, және де өздеріңіздің ақылдылықтарыңызды тексересіздер. Ендеше видеомызды бастамай тұрып арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бенни есімді балақай бала кезінен сиқыршы болуды армандайтын. Сөйтіп ол орманда өмір сүретін ұлы сиқыршыға барып, одан өзінің сиқырын үйретуін сұрайды. Бірақ сиқыршы бұдан бас тартады. Сол кезде Бенни қу бір шешім ойлап табады. Бенни сиқыршының айтқан бірнеше тапсырмасын орындайды. Сонда ғана сиқыршы оған өзінің өнерін үйретеді. Сөйтіп Бенни өзінің алғашқы тапсырмасына аттанды. Бір кішігірім ғана ауылдың жанында үш бірдей сиқыршы әйел өмір сүретін. Олар жергілікті тұрғындарға олардың өнімін жинауға көмектесіп бірге өмір сүріп жүрген болатын. Бірақ бір күні трагедия орын алады. Ауыл тұрғындарының жаз бойы жинаған өнімдері өртеніп кетеді. Ауыл тұрғындарының ойы бойынша бұл жағдайға үш сиқыршының қатысы бар. Сөйтіп Бенни үш сиқыршының үшеуін де сұрап шығады. Марта өзінің үйінде сиқырлы сусын дайындағанын айтады. Себебі ауыл тұрғындары соңғы кездері сол сусынды көбірек сатып ала бастаған. Ал Дженна болса, ауыл тұрғындарына көмектесу үшін көптеген кітаптар оқып отырғанын айтады. Ал Лейла болса, егін тез өсу үшін күні бойы ауылдың үстінен жаңбыр жаудырғанын айтады. Бенни осы сиқыршылардың үшеуінің біреуінің өтірік айтқанына толықтай сенімді. Ендеше достым, сен қалай ойлайсың, қайсы сиқыршы өтірікші, қайсысы ауылдың егіндерін жағып жіберді? Жауабы үшінші сиқыршы Лейла. Егерде естеріңізде болса, ол ауылдың үстінен күні бойы жаңбыр жаудырғанын айтып еді. Егерде күні бойы жаңбыр жауған болса, Бенни келген кезде көлшіктер жатуы керек еді. Бір атақты робот шығаратын зауытта белгілі бір қате кетіп, робот басқарудан шығып кетіп, жан-жақтың бәрін қиратып, адамдарды өлтірмекші болады. Құдайға шүкір, ол жерде Бенни болып, оларды құтқаруға тырысады. Осы кездің өзінде Бенни бірнеше сиқырды үйреніп үлгерген болатын, бірақ ол тек бір сиқыр жасаған кезінде біреуін ғана қолданылады. Сонымен осындай нұсқалардың біреуін таңдауымыз керек. Бенни үлкен магнит жасай алады, немесе үлкен жарылыс жасай алады, немесе үлкен су шығарады, немесе аспаннан найзағай түсіре алады. Сонымен осы нұсқалардың қайсысы роботты тоқтатуға көмектеседі? Бірінші болып үлкен магнитті алып тастаймыз, өйткені оның пайдасы жоқ. Ал найзағайға заводтың төбесі кедергі жасайды. Ал жарылыс барлығына зиян тигізуі мүмкін. Сол себепті суды пайдаланған жөн. Егерде суды қолдансақ, роботты өшіріп тастауға мүмкіндік бар. Бенниге мықты сиқыршы болу үшін ол сиқырлардың қателерін түзетіп үйренуі керек. Сөйтіп сиқыршы оған өзінің жасаған қателігін түзетуге мүмкіндік береді. Ол адамдардың екі бірдей көшірмесін жасайды. Яғни үш адам болады. Сол үш адамның ішінде бір ғана өзгешесін табуымыз керек. Қалған екеуі бірдей болады. Тапсырма оңай, оған нағыз адамдарды табуға көмектесейік. Ал мына адамдардың қайсысы нағыз екенін және де олардың екеуінен қарағанда қандай айырмашылығы бар екенін комментарийге жазып қалдыр. Қандай көрерменнің мұқият екенін байқайық. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер де осындай видеоның екінші бөлімін қаласаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен болған бәрі бар арнасы. Біздің арнада бәрі бар. Сау болыңыздар.